майлар ақырында өсіп жатыр. Түйіндер құдай қаласа бір 10 шақты күнде пісіп қалу керек. Жалпы бір 10 сотық жылыжайға құлпынай өсірсеңіз қыстыгүні жақсы пайда көруге болады екен. Кеше мен бір кісілерден естідім. Алматы жақта уже килограммы, отборный құлпынайларының килограммы 70 теңгеден болып жатыр деп. Сондықтан қыс ауысында құлпынаймен айналысуға болады екен.